Алтынның әні таусылар емес. Алдар көсенің әлеулайы сияқты. Мен оған бұрылмауға, қарамауға тырысамын. Бірақ бар көңілім сонда. Міне ту сыртымнан шөп сыбдыры естілді, сірә орнынан көтерілді, ау деймін. Қыр желкемнен ыстық дем есіп тұр. Алтынның демі. Мен осы уақытқа дейін адам демінің мұндай ыстық болатынын сезген емеспін. От шарпығандай өне бойымды шымырлатады. Қазір алтын маған бірдеме дейді. Не дер екен? Қасым. Әй! Неге үндемейсің? Жай әншейін. Делбеңді маған берші. Неге? Сен дем ал. Көк шолақты сабай қу жауырын болатын шығарсың осы. Ол қатарласа келіп отырды. Қолымнан делбемен шыбықты алды. Сөйт, сен дем ал. Арба теңселіп өткенде тәнімді жанап өткен білегі жалындай қарыды. Өзімнен өзім қысылып, ыңғайсыздана бастадым. Бір жыл бір партада отырып, бір жүрсек те, дәл осындай сезім мастығын кешпеген болармын. Мейлі, мына көк шолақпен ақ. Алтынмен осылай қатар отырып шексіз сапарға тарта беруге бар едім осы шақ. Бірақ көңілімдегіні айта алмадым. Сөйт, сен дем ал деді ол тағы да. Маған қарап күлді. Бетінің ұшы шұңқырайып, сәл қызыл күреңітіп тұр екен. Ана шөпті жаз, басыңды менің тіземе қойып жат. Көз алдымда оның мейірімді тұнық көзінен басқа елес қалмапты. Бар дүниені сол бір жанар жұтып қойғандай. Басым айналған тәрізді. Бұлың-бұлың, сол бұлыңның арасында жел шайқаған жол бойындағы биік қарағайлардың басы, онан жоғары көгілдір аспан, ол да алтынның көзіндей елестейді, мөп-мөлдір, қарашықтай боп шырқау биікте қыран қалықтап жүр. Мен шалқамнан түсіп, соған тесіліп жатырмын. Әлденені үркітіп алатындай сіресіп қалыппын. Демім дірілдейді. Жүрегім тулап қағады, кеудеме сыймай тулап жатыр. Арба жай ғана теңселеді. Қарағайлар басын шұлғып бізді шығарып сап келеді. Мөлдір аспан әлі төніп тұр. Қыран биіктеп барады. Көзімді жұмдым. Бәрібір мөлдір аспанды, қалықтаған қыранды, жымия күлген алтынды көріп жатырмын, маңдайыма ыстық алақанның табы тиді. Алтынның алақаны ғой. Міне шашымды сипай бастады. Бетім ду етіп жанып кетті. Қасым. Ау! Неге үндемейсің? Жай әншейін. Қиялдап жатырмысың? Иә. Нені? Білмеймін. Өзің неге үндемейсің? Қиялдап отырмын. Нені? Сені. 5-10 жылдан кейінгі сенің азамат болған шағыңды көз алдыма елестетіп отырмын. Қалай, қиялым ұнай ма? Ұнайды. 10 шақты жылдан кейін қандай болғың келеді? Кім болғың келеді? Білмеймін. Баласың ғой, Қасым, әйтпесе білмеймін деген сөз бе екен. Мектепті бітіресің. Мүмкін Алматыға барарсың. Оқытушы боласың ба, инженер боласың ба, жазушы боласың ба? Әйтеуір бір арманың бар ғой. Өзіңше. Бізді қойшы, қол жетсе бізге бәрі де лайық. Таңдайтын мұрша қайда? Алтын күрсінді. Мен көзімді аштым. Ол шынтағын менің кеудеме тіреп тесіле қарап отыр екен. Қос бұрымы омырауынан жөңкіп түскен, шаштың күнгі күйген сәл қаңсық иісі мұрнымды қытықтады. Баяғы сол мейірімді тұнық көзін көрдім, керілген қабағын, әнтек жыбырлаған ернін көрдім. Бетіме тағы да жалынды леп шалқығандай болды. Тұңғыш рет оны өзімсініп, сыр ашпаққа бекіндім. Алтын. Ау! Мен саған бірдеме айтайын ба? Не айтасың? Қиялымды. Жоқ, айтпай-ақ қой. Айтпа. Алтын еңкейіп кеп ернімнен сүйіп алды. Осы да жетер саған деді. Сосын мойнымнан тас қып құшақтап, бауырына қысты. Мен оның омырауына басымды тығып, тұншыға, демімді ішіме тартып ұзақ өксіп жыладым. Бұл жас, мүмкін, тән баулатқан тәтті сезімге пәк көңілдің жауабы болар. Әлде қыз алдындағы дәрменсіздігіме жылаған шығармын, әйтеуір, осы шақ алтын маған қолға түспейтін асыл армандай, бұрынғыдан да алыстап, бұлдырап бара жатқандай еді. Құшағымды ашсам айырылып қалатындаймын, мені өкінішке тастап кететін тәрізді. Бұл сәт ғұмырымда енді қайтып қайталанбайтындай болды да тұрды. Көк шолақпен итіңдеп Қарақосқа жалғыз келдім. Алтын ауылда қалды. Қалған жоғау, үй әктетсіп жібер деп Маймұрынның әйелі қиылып жібермей қойды. Ерегізіп көңілсіз қайттым.
Жүрегім лоблып, көңілім өрекпігендей, қоңылтақсығандай болды. Тамақта ішкім келмеді. Кешке қарай күн қара құрықтанып бұзылды да, ымырт үйіріле бұршақтатып нөсер құйды. Жас шөппен итарқаның жыртық тесігін тамшы өтпейтіндей қымтап ерте жатып қалдық. Таң атқанша жаңбырда толастаған жоқ, әр нәрсені бір ойлап менде көз шырымын алғам жоқ. Ойбай, Алматай алтынды алып қашыпты деген айғайшы келгенде ояу жатыр едім. Далаға атып шықтым. Жарық жұлдыз да орнынан ұшып тұрды. Екеуміз қыздардың күркесіне, айғай естілген жерге салып ұрып жеттік. Кәмилә апай екен. Кірімді жуып, киім ауыстырамын деп кеше кештетіп үйіне кеткен болатын. Бейшара баланың онсыз да жетіскені шамалы, жастайынан әке-шешеден тұл қалып еді. Аяғы міне жетімнің күні солда, деп кейіп отыр екен. Төбемнен жай түскендей есеңгіреп кеттім. Жалаң аяқ, жалаң басымен ол маймұрынды ақтарып тастаймын деп жер ошақтың басында жатқан Кәмилә апайдыңнан кесетін дөкет пышағын ала сап ауылға қарай мұз жоқ шапсам керек. Жол ортаға жеткенде жарық жұлдызбен бүкір атқа теңдеп зорға қайырыпты. Балалар болмағанда шынында жарып тастайтын ойым бар екен. Көзімді ашсам қосышы ала күңгіл. Күн желемік, тыста ақ жауын бүркіп тұр. Су тасығандай тауышы арыл, гүріл, орман көкірегі қарсы айырылғандай ақылап үхілеп қалады. Тырс етіп итарқаның әр жерінен тамшы өте бастапты. Бұрқ еткізіп бүйірден біреу бір арқа шөпті қойып қалды. Тамшы сау етіп барып тоқтады. Қасында етпеттеген күйі, алақанын жастанып жарық жұлдыз жатыр. Қалғып кетсе керек. Бас жағында бір парақ қағаз ағараңдайды. Қолыма алып қарап едім, өлең болып шықты. Жарық жұлдыздың өз өлеңі. Сондағы өлең мынау еді. Аяулы алтын, асыл алтын. Ойда жоқта ұштың да. Жанға жайсыз, тәнге салқын. Жат төсекті құштың ба? Шын жүректен сүйіп сені. Айнымасқа бекім ием. Сол бір антым қазір енді. Босқа екен деп өкінем. Нені аңсадым, нені күттім. Қызығы мол өмірден. Жан баураған тәтті үміттің. Өшкеніме көңілден. Сүйінуші ем, телміруші ем. Рахатты ертеңге. Бірақ суық тағдыр деген. Тек алдамшы екенде. Жастық бізді алдады ма? Жанға жара салды ғой. Көз тіге алмай алдағыға. Қаза тапты тәтті ой. Әрине, мұның пәлендей дерлік өлеңді қасиеті шамалы шығар. Бірақ кезінде менің жанымды егілткен осы бір шумақтар көңілімнің күйін шерткен. Осыдан мықты өлең, жарық жұлдыздан мықты ақын жоқтай көрінген. Жарық жұлдыздың да алтынды сүйетінін сонда ғана білген болатынмын. Мен өлеңді төрт бүктедім де, қалтама салып алдым. Жарық жұлдыз артынан күрке үшін шарлап көп іздеді. Менде деп айтқаным жоқ. Ақыры сол жылы мен мектепті тастадым. Жарық жұлдыз кетпе деп алғашында біраз жабысты да, артынан мейлің дегендей болды. Кетерде екеуміз жыртылып, айырылыстық. Ол жарты жолға дейін шығарып салды. Ал жақсы, сау бол деп қоштасып аламыз да, бір-бірімізді қия алмай көз ұшынан қайта қайтамыз. Жарық жұлдыз Қомшабай деген шын есімін менің аузымнан тұңғыш рет сол кезде естіген. Қалтамдағы 5 шумақ өлеңін қайтарып бергенімде. Сенде екенін білгем, есінде жүрсін деп алмады. Үйде де аялдағаным жоқ, шалымның көк сиырын сатқыздым да, Алматы қайдасың деп тарттым. Алматай қайтып елге бармапты, бергі үлкен Нарын ауданында оқытушы екен. Алтын екеуі жақсы тұрады, тату тәтті деп естуші едім. Енді міне араға 10 жыл салып барып ойда жоқ жерден сол алтынмен тағы кездесіп отырмын. Жай көп ішінен көзбен көрісу емес, тағы да иық түйістіріп, баяғыдай бір арбаның үстінде келе жатырмыз. Анда-санда шу-шулеп делбе қаққаны болмаса үндемейді. Доңғалақтан былш-былш ыршыған саз балшықтың сатырмен тырсылдаған жауын тамшыларының сыбдырын тыңдағандай көбіне тұңғиық отырып қалады. Күңірсіген сүрлемнің шірік иісі танауды жарып барады. Су шайған күре жолдың ойлы, шұңқырында ардуан арба неғып томсарып отырсыңдар дегендей екеумізді толғап, еріксіз итермелеп әкеп қауыштырғандай болады. Тек осы иық түйісе қалғанда ғана алтын ұзын кірпігін жапақ еткізіп, менің бетіме жалт қарайды. Сосын өзінен өзі қымсынып, екінші қанатқа ығысып кетеді. Бірақ ол қанша үріккенімен құрғыр арба қайтадан тықсырып менің жаныма қуып ап келеді. Қызық, ау шіркін бұл өмір.
Осы сәтте сол өмір дегенің маған мына ирелеңдеп жатқан күре жол тәрізді көрінді. Оның да қиыр-шиыр, кедір-бұдыры бар. Біреулер бұл жолдан абың-күбің сарқырап өте шығады, біреулер соның қиясына жолығып мықшыңдап жатқаны. Бұл жолда адасатындар да болады, таласатындар да болады, табысатындар да болады. Енді бір жылмақайлар ебін тауып, жалғанды жалпағынан басып, жыртылмай, ақ лайым ылдиында жүреді. Бірақ бәрінде жақсыны да, жаманды да бір арнаға тоғыстыратын, біріне бірін танытатын осы күре жол ғой деймін. Осы күре жол үстінде таныған екі адамның бірі алтын, екіншісі маймұрын, өзімше біріншісін адасты, екіншісі еңісінде жүр деп топшылайтын едім. Ауылға таяп қалдық, алыстан көзге жылы ұшырайды. Мұнар басып жатыр ма, әлде өспеген бе, баяғы сол қалпы сияқты. Үйлері ағаш арасынан селдіріп қана көрінеді. Алматай осы мектепке ауысты ма? Деп сұрадым. Жоқ деді алтын, селсоқ аузын жыбыр еткізіп. Сол үлкен нарында бір жылдан асып барады, ажырасып кеткенбіз. Ортамызда жалғыз ұл бар еді, ары тарт, бері тарт боп жүріп жатырмыз ғой әйтеуір. Алып қояйын десем жаным ашиды сорлыға, ол да жалғыз, айналатын адамы, содан басқа қызығы жоқ. Алмайын десем қимаймын, мен де жалғыз, жұбаныш керек. Ыңғайсыз болса да сұрайын, неге жараспадыңдар? Соны өзімде білмеймін, Қасым, саған не десем екен? Енді әйтеуір. О баста жарасып қосылмаған соң көңіліңде түйткіл қала береді екен. Әйтпесе оның тарапынан көлденең сөз болған жоқ, обалы кәне. Бәрі өзіңнен. Енді басқа не салса соны көріп аламыз да, әй, Сара, сен бері келші. Кібіртік әңгімемен шеткі көшеге де ілінген екенбіз. Үстіне плащ киіп, шәлісін тұқырта жамылған аласа келіншекті алтын айғайлап тоқтатып алды. Әйел әуелі дыбыстың қай жақтан шыққанын білмей артына алақтап қалды да, сосын ту сыртына бұрылып бізді көзі шалғасын қиыстай жүрді. Баяғы Кәмилә апайдың ортаншы қызы осы. Күйеуге шыққан, екі баласы бар, менімен бірге бұзаушы болып істейді деп таныстырды. Алтын, уақыттың зырлап бара жатқанын осыдан біл. Сара, сен мына сүрлемді апарып қораға түсір. Атты шешіп, қамыт-сайманды кептіріп қоярсың, ертеңде керек дүние, обал ғой, аттың мойнын соғып тастар. Ал мен үйге кеттім, қонақ кеп қалды. Таныс көшемен аяңдап келеміз. Міне, мынау баяғы интернаттың жатағы. Біз сияқты қара домалақ балалардың бірі кіріп, бірі шығып сапырылысып жатыр. Асхананың маңайында бір шоғыры жүр. Ана отынды кіргізіп тастаңдаршы, су боп қалды ғой деген әйел дауысы естілді. Кәмилә апай, ау тегі ауыл тіршілігі, қаз, қалпындай, тек талай бір сәттердің куәсі, менің алғашқы махаббатымның белгісіндей болған терезе алдындағы кәрі қайын көрінбейді. Мүжілген томары ғана тұр. Маңайында тебіндеп келе жатқан жас көшеттер, бойшаңда түзу екен, қисаймай, қыңыраймай тік салыпты сабағын. Семген дүниені өткен елесті жоқтатпайтын тәрізді. Резеңке етік киіп шықпаған екенсің, аяғыңнан сыз өтіп кетпесе жарар еді деп күңк еткен алтынның сөзі менің ойымды бөліп жіберді. Ештеңе етпес, үйге келе жатырмыз ғой, кептіріп алармыз дедім мен. Алтын оған мән бермегендей, тағы да мені мүсіркей тілі қатты. Өзің жүдеусің ғой, бір жерің ауырмай ма? Жоқ, денсаулығым жақсы. Өзі тегінен маған шыр жұқпайтын әдет емес пе? Осы сәт алтынның қамқоршы боп жүретін жанашырлығы, жарқын мінезі менің есіме түсті. Бір жылы сезім көңілімді толқытып кетті. Мына көшеге түсейікші деді, алтын жеңімнен тартып. Қарсы алдымызда кескен томардай боп маймұрын домалап келеді екен. Жүрегім аузыма тығылып, денем түршіккендей болды. Бұрыла бердік. Мына неме әлі осында ма еді? Деген сөздің аузымнан қалай шығып кеткенін де білмей қалдым. Осында, ската импорттың қоймасында кілтші боп істейді. Әуелде бастауыш мектепке сабақ беруші еді. Табысы онша болмаған соң тастап кетіпті ғой деді алтын. Маймұрын толарсақтан саз кешіп өте шықты жанымыздан. Оның керзі етігінің шалп-шалп еткен дауысы көпке дейін құлағымнан кетпей-ақ қойғаны. Сол неменің жүрген жері, басқан ізінің бәрі де лас сияқты боп елестеді де тұрды көз алдымда. Алтын мені ауыл шетіндегі тақтай шатырлы кішкентай ғана ағаш үйге алып келді. Есікті ашып қалғанымызда төр алдындағы стол басында алпамсадай боп Қомшабай отырды. Қазанның түп күйісіндей болса да маған жарқ еткендей әсер қалдырды. Өй, сенбісің ей деп тапыраңдап кеп бас салды. Ит, ай, зіңгіттей боп өсіп кетіпті.
Әй, жарық жұлдыз, сен осы еркегі жоқ үйге ымырттатып келе бергенді қашан қоясың? Мен неше айттым саған? Деп алтын наз білдірмегенде жіберетін түрі жоқ еді. Бәтір, енді бір жолға қуып шықпай қоя тұрғын. Мына Қасым кеп қалған екен, жөн сұра салық деп Қомшабай қалжыңға сүйіп қарудан құтылды. Қай бір жетіскеннен жүр дейсің? Әлгі үйірмеге жан жиналатын түрі жоқ. Ән айтпақ түгіл, пьесада ойнайтын адам табылмай тұрған жоқ па? Мереке болса кеп қалды. Қолқа сал келдім де. Енді қайтейін, құтқармасаң болмайды жә, екеуміздің жырымыз бүгін таусылмас. Қасым, сен жайыңды айтшы. Не жай болушы еді, аман жүріп жатырмыз. Ел аралап кеп қалған едім, ауылға соға кетейін, сендерге сәлем берейін деп әдейі бұрылдым. Жақсы, жақсы. Аман болғаның жақсы. Өзіңді көрмесем де газет-журналдардан әңгіме, очерктеріңді оқып жатамын. Мынау біздің дөй болат деп жұртқа мақтанып қоятын реттерінде бар ептеп. Жә, сен мені былай сыра тұр. Өзіңді айтшы, ақындықтан бірдеме шығатын ба? Ақындықты о баста-ақ біздің маңдайға жазбаған ғой. Математикадан барып бір-ақ шықтық. Бір мектептің дырдай директоры болған соң ақындықты қайтсын бұл деп алтын іліп әкетті. Алғашқы қалбан-құлбан амандық сарқылған кезде барып, үй іші тыныштыққа батты. Қомшабай әлі үйленбепті, Кәмилә апайдікінде пәтерде тұрады екен. Қол тимеді, хат жазып хабарласа алмадық деп ақтала әңгіме шертіп отыр. Әлгі бір ақындық жайынан кейін оның өлеңі есіме түсіп, қайта-қайта алтынға қадала бердім. Тығыншықтай боп толыпты, бірақ аса бір ет жеңді емес, бойына, тұлғасына жарасымды, әлгінде жүзі ақсұр секілді еді. Үйге кіріп шешінген соң нарттай боп екі бетінің қаны лыпылдап, жанып шыға келді. Біз көп отырдық, көңілдегінің бәрін сарықтық. Манағыдай емес, алтын ашылып қалған сияқты. Тегіннен мінезі ақ жарқын еді ғой. Көкірегіндегі кірбіңді білдірмеді. Асы ішіліп, аяқ төңкерілген кезде. Ал Қасым, бір келген құдайы қонақ едің, қондеуге үй жетеді. Бірақ ұлықсатым жоқ, ауыл үйінің әдеті осы енді көнбесіңе амал қанша деді. Ел жұрт өзіңдікі, орын табарсың. Тіпті мұнысына да разы болдым. Жиналып тысқа шығып бара жатқанымызда, сен аялдай тұршы деп Қомшабайды ішке алып қалды. Жартылай ашық қалған есіктің саңлауынан, тағы да кірлеп кетіпсің ғой, тастап кетші үстіңдегіні. Мына көйлегіңді жуып, үтіктеп қойғам, ки бал деген алтынның сыңғырлаған үні келді құлағыма. Қомшабай біраз кешігіңкіреп қуып жетті. Сөніп қалған қызғаныш табы ішімді тырнап өткендей болды. Айта берсе әңгіме таусылама, Кәмилә апайдың үйіне жеткенше екеуміз талай-талай өткен-кеткенді қозғап тастадық. Менің әуелгі сауалым неге бойдақ жүрсіңнен басталды. Екі еркектің басы қосылса, аусардың осыған ойысатын әдет емес пе? Қомшабай алғашында күмілжігендей болып еді, артынан. Студент кезінде атын атап, түсін түстеген ешкімім болмады. Қазір алдыма қарасам, тең тұстастарының бәрі балалы шағалы, артыма қарасам қарындастарым. Адам ұлғайған сайын ұялшақ болама, жоқ әлде қорғаншақ болама, үйлену деген қиын екен деп шынын айтты. Басы ауырмағанның құдаймен ісі жоқ демекші, өзің үйленген соң менің жайымды қайдан білесің? Алтын ше. Алтын баяғы алтын, оны сүйетінімді әу бастан-ақ сезесің. Бойдақтықтың тағы бір кілтипаны осында жатыр той, бауырым. Оны несіне сұрайсың? Сұрады деп айып етпе, ағайын. Менікі дос тілегі ғой. Бұлай ашылып сөйлескен жайларың бар ма еді? Тұспалдап жеткізген сияқты едім. Алтынның мінезін білесің ғой, толқыса да әдейі емеурін білдірмей. Турасын айтқам жоқ, айталмай жүрмін. Әйтеуір бір-бірімізге жан ашыр адамдар екенімізді ішім сезет деп Қомшабай күрсініп қойды. Қоңыр күз. Мен терезенің алдында отырмын. Ақ жауын толасы себелеп тұр. Көз алдымнан қарашаның соңғы күні өтіп барады. Лекте соққан жел, жөңкіле көшкен бұлт, қалтырап ұшқан жапырақ, шуылдаған мазасыз қарғамен ұзақ, бәрі де менің ауылымды елестетеді. Дүние қара құрықтанып, аспан аласарып барады. Менің ауылымның аспаны сияқты. Биікте қиқулаған құстың дауысы естіледі. Менің ауылымнан келе жатқан тәрізді. Сонау бір жылдарда қош айтысқан балалық шағымды әкеле жатқандай. Көз алдымда туған ауылым. Көз алдымда алтын мен Қомшабайдың бейнесі. Көңілімде қуаныш. Көкірегімде жылы леп маздағандай. Көз көргенде дос жарандарға, жақын жандарға салқын жүздесесің.
Алыстаған сайын, қашықтаған сайын дос, жарандарды, жақын жандарды сағынады екенсің. Мен Қомшабай мен Алтынды сағынып отырмын. Үшеуміздің соңғы рет кездескенімізге де 1 жыл бопты. Әр қайсымыздың көкейімізде айтылмаған сыр қапты. Әр қайсымыздың артымызда бұлың іс, бұлдыраған көмескі сүрлеу қапты. Әр қайсымыздың алдымызда тапталмаған, басталмаған ұзақ жол жатыр. Қайсымыз қалай аттар екенбіз, қайсымыз қалай бастар екенбіз оны. Болашақтың жағасы бұлдырап қана елестейді өзіме. Қомшабай мен Алтын ше. Хал ахуалдары, тіршілігі қалай, осынау жалпақ өмірдегі аяқ алыстары қалай, өмірдегі жаңалықтары қандай, бұл жағынан хабарсызбын. Қомшабай Алтынға деген соңғы бір көңіліндегі түйткілін айта алды ма, айта алмады ма, ол да маған беймәлім.